Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен вишнядан дәл осындай керемет варенье жауатын боламыз. Яғни алшалы варенье. Видео қызық болса соңына дейін қарап, пайдалы болған болса каналыма тіркеліп қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен теріп алған алшаларымыздың барлығын таза суға жақсылап жуып, түбіндегі осылай кішкене таяқшаларының барлығын алып тастайтын боламыз. Көбісінде көргенім алшаның арасындағы дәндерін теріп солайынан жабады екен. Мен дәл осы күйінде жауған атамын, сондықтан да арасындағы дәнектерін алмаймын. Барлығын тазалап жуып алғаннан кейін алшаның бетіне өзінің килограммына қарай шекерін саласыздар. Мен бірге бір саламын, яғни 10 кило алша болса 10 кило шекер салам дегенде. Осылайша барлығын салып алғаннан кейін суды дәл осы шараның өзімен бірдей етіп құйып, осылайша газге қайнатуға қоятын боламыз. Бір қайнап шыққаннан кейін бетіндегі көбігін алып тастаймыз. Сондықтан әрі қарай тағы да 3-4 сағаттай уақыт қайнататын боламыз. Мен басында азғантай ғана шекер сүйдім, одан кейін бір қайнап шыққаннан кейін шекердің барлығын салатын боламыз. Менде жалпы 10 килодай шекер кетті. Осылайша бәрін салып алғаннан кейін қайнатуға қоятын боламыз. Қайнаған сайын бетінен көбігі шығады, сол көбігін алып отырасыздар. Дәл осылай мен 3-4 сағат уже қайнағаннан кейін вишня вареньем реңі осылай болып шықты. Міне көріп тұрғандарыңызға өте күшті. Тағы да біраз уақыт қайнатып алатын боламыз. Достар, каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Каналымда түрлі рецептер өте көп. 300-ден астам рецептер бар. Өздерің үй жағдайында жасалатын өте керемет сүттен, айраннан, бір дана жұмыртқадан жасалатын, бір ғана зат, бір жұмыртқадан 2 бірдей торт шығаратын түрлі рецептер бар. Жасап көрсеңіздер болады. Осылай жуылған таза парит етілген банкілерімізге 3-4 сағат қайнатып алғаннан кейін жауып аламыз. Видео ұнаған болса каналыма тіркеліп қоңырша белгісін басып